Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өріктен варенье жасап көрсететін боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, видеоларымды біріншілерден болып қараңыздар. Біз бірінші үйден терілген өрікті мен барлығын кесіп, ашып, дайындап алдым. Кастрюльге салып, енді оның үстінен қантты қосып, 2 сағаттай су шыққанша бетін жауып қоямыз. Бізде өріктің суы шығып қайнап болды. Енді оның үстіне суды құйып, тағы да кішкене азғантай уақыт қайнатамыз. Міне бізде өріктеріміз осылай қайнап бастады. Шамамен 1 сағаттай 20 мен 45 минутта қайнап пісіп, біздің вареньеміз дайын болып тұрады. Міне біздің варенье дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.